Әр айдаһардың өз құпиясы болады. Соның бәрін саған үйретем. Айдаһарлардың барлық құпиясын ашып, екеуіміз бірге басқа да түрлерін табатын боламыз. Анасы мен баласы боп. Бұл біздің ортақ қасиетіміз Викинг. Ұқсастығымыз осы. Сенің болмысың осы, балам. Біз осындаймыз. Айдаһарлар әлемін өзгертеміз. Олар да жайлы, қауіпсіз өмір сүретін болады. Иә, әрине, тамаша болар еді. Керемет емес пе? Енді екеуміз бірге барып, Драгомен сөйлесеміз. Немене? Драгомен сөйлесу мүмкін емес. Байқап көруге болады ғой. Жоқ, жақындарымызды қорғауымыз керек. Жүр, одан да қайтайық. Не? Тыңдаш, сендерді мен ертіп келдім ғой. Мынауыңа қойды. Айдаһардың ойыншығын алуға болмайды. Өзің ештеңе түсінбейді екенсің. Алғи, осы менің басым бәлеге қалады екен. Мынау немене өзі? Диаметрі үлкен көпіршіктер, яғни өкпесі үлкен суық суда тереңде мекендейді. Менің ойымша бұл 5-ші топқа жататын Левиатан, бәлкім 6-шы топ. Майлаяқ, саған не болды? Қозғалмаңдар! Қозғалмаңдар! Тарт қолыңда! Сені көргеніме қуаныштым, достым. Қалай, күн жылынды ма? Көріп тұрғаныңдай, дәл уақытында бір сыпыра айдаһарды алдыма салып алып келдім. Уәде еткендей. Оянды! Арқанды тарт! Абайла! Арқанды тастаңдар! Үлмектіз! Ей, бұл не қылғаның? Енді сен менікісің, өміріңнің соңына дейін. Иә, сый ретінде шабандоздарды да тұтқындап алып келдім. Қосымша төлем қажет емес. Не? Қалжыңдап тұрсың ба? Ай, түріне қарасаң сондай келбетті. Айтқандай, сырт жақтан мұндайлар көп екен. Қанша екенін айт. Демек, олар тұтқыннан аман деген сөз. Қанша дейін? 100-ге тарта. Аралда адам көп.